Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа өрнек үйренетін боламыз. Мінекей көрдіңіздер ғой, қандай керемет тамаша, иә? Бұл өрнек өзі 6 қатардан және 8 көзден тұрады. Мінекей, бар болғаны сол. Ал кеттік ендеше осы өрнекте тоқып көрейік. Мен мына жерде 14 көз алдым, және мынау теріс жағынан 2 оң 8 теріс және 2 оң қылып алып алдым. Ол кезде біз мына өрнекті тек қана бір ғана тоқып көрсететін боламын. Ал кеттік. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көзді іліп аламыз. Енді 2 теріс тоқитын боламыз. 1, 2. 4 оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Енді қазір біз мына жерде қалған 4 алды. Енді мынау 2 көзді, мына 2 көздің екеуінің орнын ауыстыратын боламыз. Ол үшін мына 2 оңды, екеуін оң білдегешке іліп алып, мына 2 оңды босатып жібереміз. Мынау арт жағынан сол білдегешке қайттан іліп аламыз. Сөйтеміз, мінекей осылайынан айқастырамыз. Сөйтеміз де осы 4-еуін оң тоқып жібереміз. Мінекей. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Екінші қатарда біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің екінші қатарда аяқталды. Енді үшінші қатар. 2 теріс. 1, 2. Енді 2 оң тоқимыз. 1, 2. Мінекей қараңыздар. Мына жерде 2 оң, иә. Мынау жаңағы біздің айқастырған 2 көз, иә. Осы 2-еуін қазір мына 2 көзбен 2-еуінің орнын ауыстыратын боламыз. Айқастыра тоқып, ол үшін мына оң білдегешпен мына 2-еуін іліп аламыз. Мына 2 оңды қазір біз сол білдегештен босатып, мынау арт жағынан қайттан осылайынан іліп аламыз. Мына 2-еуін осылайынан айқастырамыз. Мінекей. Орындарын ауыстырды. Енді бұл оңдардың бәрін оң қылып тоқып шығатын боламыз. Мінекей. Соңғы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 3-ші қатары аяқталды. Мінекей. Әрі қарай кеттік. 4-ші қатар. 4-ші қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Бар оған осы. Мінекей көрдіңіздер ғой, бұл өрнекте де өте оңай тоқылады. Мінекей осымен өрнегіміздің 4-ші қатарда аяқталды. Енді 5-ші қатар. 2 теріс. Мінекей қарасаңыздар, мынау айқасып келе жатқан, орнынан қозғалып отырған мынау 2 оң. Осы 2-еуін мынау бірінші мен 2-ші көздің 2-нің орнына қоятын боламыз, айқастырып. Ол үшін мына 2 оңды іліп алып, оң білдегешке мына 2-еуін босатып жіберіп, мынау арт жағынан қайттан іліп аламыз. Сөйтеміз де барлық көздерді оңынан тоқып шығатын боламыз. Мінекей. Соңғы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 5-ші қатары аяқталды. Мінекей. Енді 6-ші қатар.
6-шы қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, бар болғаны осы. Мінекей, соңғы 2 оң осымен өрнегіміздің 6-шы қатарда аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Ағышпен әдем болады екен, иә? Тамаша. Енді мына жерде қазір осы бір қатарын көрсетіп жіберейін. Өрнегіміздің 1-ші қатары бірден 1-ші қатардан қайттан бастап кететін боласыздар. 2 теріс, 4 оң, 1, 2, 3, 4. Енді мына 2 оңды, мына 2 оңның орнына қоятын боламыз. Орындарын ауыстырып, осы мына 2 оңды іліп аламыз да, мына 2-ін босатып жіберіп, арт жағынан қайттан іліп алатын боламыз. Орындарын ауыстырдық. Сөйтеміз да, осы 4 оңды біз оңғы тоқып жібереміз. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 1-ші қатары аяқталды. Мінекей, мына бір шама тоқылғаннан кейін, мына өрнек дәл осындай болып әдем болып шыға келетін болады. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Қандай тамаша. Дәл осылай ары қарай жалғастыра бересіздер. Мінекей, қандай керемет, тамаша. Свитер, жемпір тоқуға қандай күшті керемет, иә? Тіпті кардиган тоқуға да болады. Шапкаға де қосуға да болады. Мінекей, бүгінгі көрсетейін өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.